Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 2-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Шортанбай Қанайұлының Зар-заман өлеңінің негізгі сарыны қандай? А нұсқасы ескілікті көксеу. Екінші тапсырма: берілген өлең шумағы кімге тиесілі? Боз жапалақ сен едің, қияқты сұңқар мен едім, тырнағыма ілінсең, қалмайды желкен қиылмай. В нұсқасы Қатаған. Үшінші тапсырма: Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңі қай жылғы тарихи оқиғаға байланысты жазылған? В нұсқасы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. Төртінші тапсырма: берілген өлең жолдарындағы бұйрықтың не туралы екенін анықтаңыз. Верныйдан жандаралдар бұйрық қылды, құйрығы бұйрығының тіпті зілді, 31-19-да алат деген су хабар халықты бұлқындырды. Д нұсқасы тыл жұмысына қол жинақтау. Сүйінбай мен Қатаған қай жылы қай жерде айтысқан? С нұсқасы 1843 жылы Орманханның шешесінің асында. Алтыншы тапсырма: Қатағанмен болған айтыс барысында Сүйінбайдың бойынан қандай қасиеттерді байқадыңыз? Ойыңызды жеткізіңіз. Айтыс барысында Сүйінбай ақынның бойынан елінің жағдайын ойлайтын қамқорлық, адалдық қасиеттерін көрдім. Ақын халықтың атынан сөйлеп, жұрттың қамын, бірлігін ойлаған, және де білімділік, әділдік, асқан тапқырлық қасиеттерін де байқадым. Жалпы Сүйінбайдың бойында ақындық, жыраулық қасиеттері топтасқан. Жетінші тапсырма: мына заман қай заман, азулыға бар заман, азусызға тар заман деген жолдардың мәнін ашыңыз. Ойыңызды дәлелдеп жазыңыз. Бұл өлең жолдарында сол кездегі заман көрінісін сипаттайды. Өлең жолдарынан сол замандағы адамдардың екіге бөлінгенін көруімізге болады. Азулыға бар заман деп жағдайы жақсы адамдарға жақсы заман болды дейді. Азусызға тар заман деп жағдайы жоқ, қарапайым халыққа қиын заман болды дегені. Ақын өз пайдасын ойлайтын адамдардың көбейгенін айтып, оларды сынайды. Келесі тапсырма: өлең неліктен зілді бұйрық деп аталған? Нақты дәлелдер арқылы өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Өлеңнің зілді бұйрық аталған себебі Верныйдан келген бұйрық халыққа зілдей ауыр әсер етуінде. Суық хабарды естіген халық күндіз күлкісінен, түнде ұйқысынан айырылды. Хабарды естіген халықтың халі қайғылы болды. Бұйрыққа қарсы шыққандарды, көнбегендерді абақтыға қамауы, адамдарды күштеп алып кетуі, қарусыз қазақ ерлерінің еркіндік жолында құрбан болуы халыққа ауыр тиді. Соның себебінен өлең зілді бұйрық деп аталады. Тоғызыншы тапсырма: көппін деп айттың Қатаған, көптігің сенің қайда бар? Үш атаның ұлысың, қазағымды қаптатсам, жұртта қалған күшіктей айдалада ұлырсың деген Сүйінбай ақынның сөзін дәлелдер келтіре отырып түсіндіріңіз. Бұл жерден біз Сүйінбай ақынның еліне деген сүйіспеншілігін көре аламыз. Қатаған қырғыз елін көппін деп мақтанады. Көптігің сенің қайда бар деп қырғыздың қазақтан көп емес екенін бетіне басады. Жұртта қалған күшіктей айдалада ұлырсың деп Қатағанға айтып тастайды. 10-шы тапсырма: орыс бүркіт біз түлкі аламын деп талпынды деген өлең жолдарындағы көркемдеуіш тәсілдің қолданысын түсіндіріп беріңіз. Бұл өлең жолдарында автор көркемдеуіш тәсілдің бір түрі метафораны қолданған. Автор орысты бүркітке ұқсатып, қазақты түлкіге теңейді. Аламын деп талпынды дегені түлкі бүркіттің жемтігі болғалы жатыр деген. Соңғы 11-ші тапсырма: Сүйінбайдың айтыстағы шеберлігіне қатысты айтылған өлеңде даналық болса, сөзде сиқыр болады деген қанатты сөздің мәнін қалай ұғындырар едіңіз? Жырдан дәлелдер келтіре отырып өз көзқарасыңызды білдіріп жазыңыз. Мен өлеңде даналық болса, сөзде сиқыр болады деген қанатты сөзді өлең бос мағынасыз болмау керек. Онда түбінде бір мән болып, тәрбиелік тұрғыда болуы керек. Сонда оқырман өлеңдегі астарлы мағынасын түсініп, өзіне керек сабақ алады. Осылай ұғынар едім. Дұрыс айтылған сөз адамдарға сиқырдай әсер етеді. Сүйінбай ақын да өзінің өлеңіндегі даналықпен Қатағанды жеңеді.
сөзде сиқырлық болатынын Сүйінбай мен Қатаған айтысынан көре аламыз. Сүйінбай айтыста Қатағанды сөздің сиқырлығымен соғыссыз-ақ сөзбен жеңеді. Сөзден тәтті де, ащы да, жеңіл де, ауыр да нәрсе жоқ. Жалпы өлең сөздерден құралғандықтан сөздің сиқыры бар деуге болады. Қазақта жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады дегенде сөздің сиқырлы екенін көрсетеді. Жалпы айтқанда, өлеңде даналық болса, сөзде сиқыр болады деген шындық деп санаймын. Айтыс соңында Сүйінбай Қатағанды шығарма Қатаған үніңді, есіңе сақта бүгінгі қанатың сынған күніңді деген шумақтармен жеңеді. Осымен біздің тжб жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.